Айгүл толық емес отбасында дүниеге келді. Өмірге өкпелімін деген анасы қасірет отын спирт құйып өшіріпті. Қылмыс жасап қапасқа қамалғанда қызынан бас тартқан. Жақыны жатқа айналған жеткіншек жылуды жетімдер үйінен іздейді. Кәмелет жасқа толғанда өзге ұлттың өкілімен бас қосқан көрінеді. Бірақ тұңғышы шетінеп, елі зайыптылар ажырасып тынады. Он меня познал, это ВК нашел. Потом начал общаться. Бірінші жолдасымен ажырасқаннан кейін күйзеліске түстім. Сол кезде бір жігіт ВКонтактедегі парақшама жазды. Екеуміз араласып кеттік. Оның да әкесі жоқ. Бұзақылық жасап түрмеге түскен. Абақтыда жүргенде сотталушылар оған дінді үйретіпті. Ол маған аз уақытта некеге тұруды ұсынды. Мен келістім. Вербовкаға түсіп қалған қыздардың көбі неден кетіп қалғанын қарап отырсаңыз, сіз бен біздің қолданып жүрген статусымыздан кетіп. Разлука, разведена, скучаю, активным поиске. Мен террорист болсам да сол қыздарды аңдитын едім. Қазақтың дәстүрде сондай, әйел адамға жаңағы 40 үйден тыйым. Осы нәрсені ұмытып кеттік қой қазір. 40 үйден, 4 үйден тыйым жоқ қой қазір. Айгүл қамқорлыққа мұқтаж еді. Содан болар түрмеден қатерлі вирусты жұқтырып шыққан әлгі азаматтың қорған болам дегеніне сенеді. Алайда сөзбен іс қабыспады. Мать бросила в детдом. Ребенок умер. И муж еще избил. И в этой жизни ты одна, когда осталась с ребенком. Анам менен бас тартты. Балам шетінеді. Күйеуім соққыға жықты. Зорлық зомбылыққа шыдамай жолдасымен ажырасып кеттім. Одан туған баланың психикасы бұзылғанын қаламадым. Ер азаматтарда жауапкершілік аз. Өз баласына алимент те төлемейді. Қыз келіншектерге айтарым, тек өз босағаларыңа сеніңдер. Шариғатта, ислам дінінде әйел баласы, қыз баласы оқымасын, олар үйде отырсын, үй шаруасымен айналысу керек деген онда ереже жоқ. Мен айтар едім, Алла тағала оның және де пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям біздерге білімді болуды, сауатты болуды бұйырған болса, оны ешкім қайтара алмайды. Сауатты анадан сауатты ұрпақ шығады. Сауатты анадан мәдениетті тәрбиелі қоғам пайда болады. Жаугершілік заманда да жесірін жылатпаған, жетімін қаңғыртпаған ел едік. Әкесінен де шешесінен де буыны бекімей жатып, айырылғандарды ел болып аялаған. Ал қазіргі жағдай тым сүреңсіз, әсіресе деструктивті діни ағым арасында бүгін неке қиып, ертең талақ беріп, әйелін өзгеге сыйлау белең алып тұр. Жат ағым көп жағдайда тарихын білмейтін, дәстүрден мақұрым орыс тілді жастарды ағызып әкетуде. Қазір Айгүлмен теологтар жұмыс жасап жатыр. Құжатын реттеп, жұмысқа орналасуына көмектеспек. Шынайы еңбек қана масылдықтан құтқарады.